шуағына толы кішкентай қалашықтың көшелерінің бірінде мақтаншақ әйел баласының дүниеге келуін дүйім жұртқа жар салып мақтанып тұрды. Баланың меңін байқап қалған қала тұрғындары оның болашақ жары хан қызы болады деп кезіп пішті. Бірақ бұл әңгіме ұзамай Жауыз ханның да құлағына шалынды. Қаһарына мінген ол нәрестені ұрлап өзенге лақтыруды бұйырды. Алайда ханның бұл жоспары орындалмады, себебі сәттілік сәбидің жолдасы болды. Жылдар өтті. Хан өзінің меншігіндегі жерлерді шарлап жүріп, оғаш меңі бар жас жігітті кездестірді. Оның кім екендігін бірден түсініп, қуған жігіттен ханшаға хат апарып беруін сұрады. Ал жігіт ханның тапсырмасын қуана-қуана орындауға келісті. Бірақ ол хатпен бірге өзінің өлім жазасы жайлы үкімін алып бара жатқандығын сезбеді де. Түнде жігіт аялдаған орынға қарақшылар тақ болды. Ханның хатын оқыған олар жігітке аяушылық сезім білдіріп, хан үкімін өзгертті. Жігіт хан ордасына келген бетте ханшаны көрді де екеуінің бір-бірі үшін жаралғандықтарын түсінді. Ханша әкесінің бұл некені құптайтындығын оқығанда бірден тойдың қамына кірісті. Ордасына оралған ханның зығыры қайнады. Дегенмен сүйікті қызының күйеуін себепсіз өлім жазасына кесе алмайтындығын түсініп, оған тапсырмалар дайындайды. Ол неке қиылу үшін жігіт тозақтың түбіне барып, шайтанның 3 тал алтын шашын әкелу керек деп шарт қойды. Жігіт тозаққа апарар жол іздеп жер жиһанды шарлады. Ең соңында бір ауылға тап болды. Оның көзіне құдықтың жанына жиналған тұрғындар шалынды. Тұрғындар болса, құдық неге құрғап қалғанын айтпайынша жол бермейміз деп тұрып алды. Ал ол жауапты қайтып оралғанда беремін деп тіл қатты. Ауыл тұрғындары жігітті қалаға жіберді. Мұнда оған алдынан ағашқа тесіле қарап тұрған адамдар кезікті. Олар да жігіттің жолын бөгеп тұрып, неге ағаш жеміс бермейді деген сауал қойды. Жігіт қайтадан жауапты қайтып келгенде беремін деп айтты. Қала тұрғындары оны айлаққа алып келді. Мұнда жігітті қайықшы күтіп тұр екен. Қара суды кешіп бара жатқан кезде қайықшы жігітке үшінші сұрақты қояды. Осы ешқашан бітпейтін жұмыстан қалай құтылуға болады деп. Ал жігіт тағы да келген соң жауап беретінін айтып құтылып кетеді. Ақыры олар батпақтың шетіндегі бір лашыққа жетеді. Содан соң жігіт қисайып жатқан есікті қағады. Оның артынан шайтан әженің дауысы шықты. Әже кейбір бөтен адамдарға көмектесіп, басқаларға зиян тигізеді екен. Жас жігіт өз оқиғасын айтып берді. Біраз уақыттан соң шайтанның қадамдары естілгенде жігіттің жаны зәр түбіне жетті. Әжей оны жай ғана жеңінің астына тығып салды. Немересімен амандасты. Кемпір шайтанды небір шараптар мен тамақтарға тойдырған соң шайтан қатты ұйқыға кетеді. Сол сәтте ол немересінің шаштарын тал-талдап жұла бастайды. Әрбір тал жоғалтқан кезде шайтан біразға оянып, өз түстерінде маңайдағы тұрғындар мен олардың мәселелерін көргенін айтады. Таң атарда жас жігіт өзімен бірге 3 тал алтын шаш және қала тұрғындарына керек жаңалықпен жолға аттанады. Жас жігіт қайықшыға түс туралы айтады. Жігіттің сөзінше қайықшы ескектерді өзі қолданбаса, бұл жұмыстан құтылады дейді. Қала тұрғындарына ағаштың тамырын тышқан кеміріп жүргенін айтады. Ал ауылдағыларға құдықты алып бақа бөгейді екен дейді. Бұл үшін ауыл мен қала тұрғындары жігітке алғыс ретінде небір керемет алтындар мен құнды тастар береді. Өз сапарынан келе сала жас жігіт шайтанның 3 тал шашын ханға береді. Алайда ханның назары алтын мен құнды тастарда болған екен. Жас жігіт ханға өзеннің арғы жағында оны бұдан да көп байлық күтіп тұр дейді. Хан өзенге жүгіреді. Байлыққа қол жеткізуге асыққан хан қайықтың ескегін сұрайды. Қайықшы қуана-қуана ескекті ханға береді.